Сәлем достар, бүгін сіздер назарларыңызға өте оңай, тез дайын болатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Керек заттардың мөлшерін төменде описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға қойылтылған сүтімізді құямыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Және де бір шай қасық қопсытқыш, кішкене дәмін беру үшін ванилин қосамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Енді осы заттарды жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай да бізге миксердің керегі жоқ. Осылай 3-4 ғана заттан әдемі пирог жасап шығарамыз. Ұнымызды осылай 2-3 бөле отырып саламыз, сонда қамырымыз іртік болмай, әдемі болып араласады. Ұнымыздың қалған бөлігін салып, жақсылап араластырып, қамыр дайындап аламыз. Соңында бізде осындай әдемі қамыр шығу керек. Ендігі кезекте біз осы пирогымыздың бетіне себетін крошкамызды дайындап аламыз, яғни оны штрейзель деп атайды. Осылай 50 грамм сары майға бөлме температурасында еріп тұрған болса жүдә жақсы. Және осының үстіне 1 ас қасық шекермен 3 ас қасық ұнымызды салып, осылай қолмен мүжу арқылы крошка жасап аламыз. Міне біздің осы ұннан жасалған крошкамыз дайын болды. Енді формамызға, менде бұл жерде 23 диаметрлік форма, соның астына осылай домалақ етіп пергамент қағазын төсеп аламыз. Оның үстіне қамырымызды құямыз. Енді осы қамырымыздың бетіне алмамызды қойып шығамыз. Немесе кез келген өздеріңіз үйлеріңізде бар жемістерді қойсаңыздар болады, алма қойсаңыздар болады, банан, немесе құр вареньені ғана былай тамызып қойсаңыздар да болады. Мен алмамен осындай малинаны қойып шықтым. Енді бетіне осы бағана дайындаған крошкамызды сеуіп шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пешке 180 градуста шамамен жарты сағаттай пісіріп аламыз. Достар, міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте әдемі, жұмсақ, иісі деген керемет. Өздеріңіз көрдіңіздер, жасалуы оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Осылай мен құсап пирогтың астына пергамент қағазын төсесеңіздер, жаңа формаларыңызға қамыр жабыспайды, сонда формаларыңыз сухи таза болып тұрады. Осы енді пергамент қағазын алып тастаймыз. Енді сіздерге осы пирогты кесіп, қазір разрезін көрсететін боламын. Достар, қараңыздар, пирогымыз қандай әдемі болып шықты. Өте жұмсақ, құрамында шекер болмағанмен, қойылтылған сүтті қосқандықтан өзінің қанты барлығы өзіне жеткілікті, өте сондай сочный, бетіндегі алмасымен дәмді болып шықты. Сіздерге де осы рецепт бойынша жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Достар, менімен бірге соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Басқа да видеоларымды көру үшін мен каналыма өтіп, подписация етіп, түрлі салаттар мен пирогтардың рецепттерін көре аласыздар. Және де осы ұнаған видео рецепттеріңізді өз достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Сіздермен болған мен, Сәуле Ашенова. Келесіде осындай видео рецепттерде жолыққанша сау саламатта болыңыздар.